Бұл сауыт біздің ұлтымыздың жауға қарсы шабуылдағы батырларының, азаматтарының киетін киімі, аттан оқ, шапқан қылыш өтпейтін сауыты болған. Мына сауытты бадана сауыт дейді. Біз бұл сауытты 1978 жылы Тола ауданындағы Жайыр тауының шығыс тұмсығында Қарамайдың үстінде Шыбарсеркеш дейтін жер бар. Сол жерде Шыңғыс дейтін шың бар. Міне сол Шыңғыстың бөктерінен бір тастың үңгірінен тауып алдық. Бірақ бұл пәленше батырдың сауыты еді, пәлен жылы киген деген сөзді мен айта алмаймын. Өйткені тарих өтірік айтуды ұнатпайды. Мен де өлер шағыма келгенде мынау пәленбайдікі деп өтірік айтқым келмейді. Бірақ осы өңірді өз кезінде Қабанбай, Жәнібектер жоңғарға қарсы соғыс кезінде анау Абылай хан міне солар басып өткен. Осы табылған жердің солтүстік шығысында Жәнібек бастауы дейтін бастау бар. Ал Толының батыс жағында, Қоңырқабақ саздың батыс жағында Түйебас дейтін жер бар. Қазіргі мынаның осы тұрысының салмағы 17 келі 730 грамм. Бір жеңі жоқ. Бір жеңінің мына қолда тұр, қатқан, соққан соқта бар. Мүмкін әлде бір әлуетті қол осыны оң иықтан шапқан болса керек. Міне сондықтан оның мына жерлеріне мынау үзіліп ілініп қалған, енді ұстай мынау үзіліп түсіп қалды. Оны кешіргейсіздер, мынау әсіл бұлай тұрмайды, мынау бітеу келіп, мына жерде бау бар, таспа, соны менен мынадан түймеленеді. Мұның мына алды жырық, арты жырық. Бұл жалпағанда енді сол кезеңде күн түні бұл шешілмейтін болғандықтан дәреттену үшін қолайлылыққа жасалған. Тегінде қазақ ұлтымыз бес қару, азаматтардың бес қаруы деп аталған. Міне сол бес қарудың мен біреуін ғана әкеп тұрмын. Жарайды, рахмет сізге. Сол үшін бір қол соқпайық.